Bismillah, biz rofiqning екі орнын өттік, фаилді және наиб фаилді. Енді 3-ші, 4-ші орындарын өтеміз рофиqning mübtada және xabar дейді. Al-mübtada ва xabar. Вассалису ва рабиу дейді. Рофиqning 3-ші және 4-ші орындары kullu tarkibin mislu al-bustanu musmirun wa yusamma al-ismu awwal mubtada'an wa thani xabaran дейді. Kullu tarkib, бүкіл құрылым дейді. Мысалы, al-bustanu musmir сияқты. Al-bustan, бақша, musmir, жеміс беруші деген сияқты. Al-bustan деген mübtada, musmir деген xabar ғой. Wa yusamma al-ismu al-awwal mubtada'an, бұл жердегі бірінші исім mübtada деп айтылады, wa thani xabaran, екіншісі xabar деп айтылады дейді. Al-jumlatu mufidatu, пайдалы сөйлем, бір пайдалы ойды білдіретін сөйлем. Имма ан тан'ақида min fi'lin ва ismin дейді. Ол немесе тан'ақиду байланады дейді. Min fi'lin ва ism, fi'l мен ismнен байланады дейді. Яғни сөйлем не істейді? Или fi'l или ismнен, немесе екі ismнен құралады, соны айтайын деп отыр. Біріншіден немен құралады дейді? Min fi'lin ва ismin, ism мен fi'lден құралады дейді. Вахвал фа'лу ау наиби, а наибуху. Ол кезде ism не болады? Фа'л немесе наиб фа'л болады дейді. Мысалы, вақат тақаддама каламу алейхима, ол екеулі жайлы сөз алдын келді дейді. Вақат тақаддама алдын келді, каламу алейхима, ол екеу жайлы. Яғни, фа'л мен наиб фа'л туралы алдың сабақтарды өтіп қойдық дейді. Ва имма дейді. Немесе нандай болады дейді, пайдалы сөйлем. Ам тан'ақида мин исмай, немесе екі исімнен құралады дейді. Фаюсаммал аувалу мүбтадa'ан ва сани хабаран. Біріншісі мүбтада, екіншісі хабар деп айтылады дейді. Ва яджибу фихима рофу, ол екеуінде, осы екі исімде роф болу міндетті болады дейді. Мисалу залика, бұның мысалы, ал-бустану мусмирун, ал-бустану бақша, мусмирун жемістеуші. Біріншісі мүбтада, екіншісі хабар. Аш-шаджару муриқун, ағаш жапырақты, ал-матару ғазирун, ал-матару жаңбыр, ғазир көп жауышы, ғазир деген көп мол көлгөсір. Вәл жауы мұ'тадил, ауа жылы. Осы жерде әл-жауы мүбтада марфу боптыр, мұ'тадилун, ол да хабар марфу боптыр. Вәма әшбәхә зәлика дейді. Осыған ұқсаған нәрсенің бәрі мүбтада мен хабар болады. Min kulli jumlatin, әрбір сөйлем, тараккабат min исмайни дейді. Екі исімнен құралса дейді. Убтудия би ахадихима ва ухбира анху бил ахир. Бір исіммен басталып, екіншісімен сол жайлы хабар берілсе дейді. Бір исіммен басталады, ол мүбтада болады, сол жайлы хабар берілген, сол бірінші басталған исім туралы айтып атқан екінші исім, сол туралы ақпарат беріп атқан исім не деп айтылады? Бізге хабар деп айтылады дейді. Болды, оп-оңай екен, Алхамдулиллахи раббил алемин.